Кез келген қиын жағдайда сізде екі таңдау бар. Біріншісі жүрегіңізге жүк салу, екіншісі ақылды болу. Адамзат азап шегудің миллиондаған жолдарын ойлап тапты, ал ол азап шығаратын зауыт сіздің ойыңызда. Демалыстың не екенін тек еңбек ете білген адам ғана түсінеді. Күні бойы тәтті жеуден басқа ештеңені ұнатпасаңыз, онда сізде проблема бар. Шынайы адам басқалардың қажеттіліктерін өзінің қажеттіліктерінен жоғары қояды. Көп жұмыс істеу жеткіліксіз. Сіз дұрыс жұмыс істеуіңіз керек. Сонда ғана бәрі жақсы болады. Өкінішке орай адамдардың барлығы шындықты тек қарумен айтады. Біреудің басына мылтық тақауды күтпе, оны өзіңде қой. Және бәрінен де өзіңе адал бол. Сіз өзіңіздің ішкі өміріңізді басқара алсаңыз, онда сізге стреске орын жоқ. Егер біз дұрыс нәрселер жасамасақ, онда бізде дұрыс нәрселер болмайды. Ақмақтық сізді шыңға шығара алады, бірақ сізге ол жерде ұзақ тұруға ешқашан мүмкіндік бермейді. Адамның санасы ескі деректерді өңдеумен айналысады. Мен адамдардың мешіт шіркеулерден гөрі мейрамханаларда бақыттырақ болатынын байқадым. Бүгін қоқыс жәшігіне не кірді? Оның иісі сондай. Сіздің иісіңіз сізге белгілі бір өмірлік жағдайларға тартады. Тән тамақтың жинақталуы, ал ақыл идеялардың жинақталуы. Тым көп ойланатын адамдардың ұйқысы мен тәбеті жоғалады. Өлім өмірдің соңы емес, бұл тек дене өлімінің соңы. Қазір адамдар бала кезді дәріптейді, өйткені бала еш себепсіз қуанып күле алады. Білмеймін, іздеудің, білудің жалғыз есігі осы. Сіз осында тұрсаңыз, адамдар сіздің қатысуыңыздан ләззат алуы керек. Сіз өлгенде олар сізді сағынуы керек. Егер керісінше болса, онда біз қате өмір сүргенбіз. Адам үшін өмір тірі қалумен бітпейді. Өмір аман қалудан басталады. Егер сіз бүгінгі күнді ата-анаңызға, жолдасыңызға, жұбайыңызға, әріптесіңізге жүктесеңіз, онда сіз болашағыңыздан алдын ала бас тартқансыз. Өмірге деген көзқарасты өзгертудің негізгі жолы өзіңізден шектеулерді алып тастау. Ешқандай жұмыс сізге қиындық әкелмейді. Ол қиындықты өзіңіз ойлап тауып, қиналып жүресіз. Жақсы адам, жаман адам деген болмайды. Ақылды адам, ақымақ адам деп бөлуге болады.
ешкім сізге өз ойыңыз сияқты зиян келтіре алмайды. Адамға өз ойынан асқан жау жоқ.